Айжан Алмасқызы, Ирак билігі қыздардың неке жасын 18-ден 9 жасқа дейін төмендетіп, құқықтарын шектеуді жоспарлап отыр деп хабарлайды Станкесет ақпарат агенттігі. Ашық консервативті шиит мұсылман партиялары ұсынған жаңа заң жобасында жеке адамның мәртебесі туралы заңға бірнеше түзету енгізіледі. Әйелдер мына құқықтарынан айырылмақ: ажырасу құқығы, балаға қамқорлық, мұрагерлік, мүлікке ие болу құқықтары. Билік коалициясы мұндай ережелер ислам заңдарының қатаң түсіндірмелеріне сәйкес келеді және жас қыздарды әдепсіз қарым-қатынастардан қорғауға бағытталған деп санайды. Бұған дейін де билік 2014 және 2017 жылдары оны өзгертпек болды. Бірақ әйелдердің қарсылығына байланысты сәтсіз аяқталған еді. Алайда биыл оны қабылдау ықтималдылығы жоғары деп отыр. Украинадағы соғыс қимылдарының аяқталу күнін Дональд Трамп ақш президенті қызметіне кіріскеннен кейін тез арада анықтауға болады. Бұл туралы Польша премьер-министрі Дональд Туск баспасөз мәслихатында мәлімдеді деп хабарлайды РИА Новости. Саясаткердің айтуынша, бұл жоспарды жүзеге асыру ақштың Еуропа алдындағы міндеттемелерін қысқартуды көздейді. Сайлау науқаны кезінде Трамп сайлауда жеңіске жеткен жағдайда Украинадағы қақтығысты бір күнде тоқтататын бірнеше рет айтқан еді. ақш-та президент сайлауы 5 қарашада өткен. Естеріңізге сала кетейік, сайлауда республикашыл кандидат Трамп жеңіске жетіп, 4 жылдық үзілістен кейін Ақ үйге қайта оралды. Жексенбі күні таңертең Мәскеу облысы дрон шабуылына ұшырады деп хабарлайды Азаттық сайты. Жергілікті уақытпен сағат 10-дағы жағдай бойынша кемінде 32 дрон атып түсірілген. Бұл жөнінде Мәскеу мері Сергей Собянин жазды. Мәскеудің Домодедово және Жуковский әуежайларында әуе рейстерін қабылдау және ұшыру уақытша тоқтатылып, ковер жоспары енгізілген. Кейін мұндай шектеулер Шереметьево әуежайында да іске қосылған. Ресми мәлімет бойынша дрон шабуылынан Мәскеу облысында кемінде 1 адам зардап шеккен. Жергілікті тұрғындар телеграм арналарда бірнеше жерден өрт шығып, тұрғындар зардап шеккенін жазуда. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Павлодарда +1, Қостанай мен Екібастұзда +2, Түркістанда 10, Шымкент, Таразда 12, Қызылордада 7, Атырауда 8, Ақтауда 14 градус нөлден жоғары. Ақтөбеде +2, Оралда 5 градус жылы, Семейде +1, Өскеменде 3 градус суық, Қарағанды мен Теміртауда -1, Жезқазған мен Балқашта +2, Талдықорғанда 9 градус жылы, Астанада -1, Алматыда 12 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.